Мына хайкелді өміріңізде ең болмаса бір мәрте болса да көрген шығарсыз. Бұл Мысыр маликасы Нефертитиге тиесілі хайкел. Нефертити құяш һәм төменгі Мысыр маликасының хукумдары болып, ол тек қана малика емес, ал рухани, өмірлік жолдас, ана, саяси реформатор һәм гозаллық тымсалы да еді. Бүгінгі видеомызда біз тарихтан белгілі болған Нефертитидің өмірі, оның сырлы өлімі, сондай-ақ бізге белгілі болған бүйісті қалай табылғаны хақында толық мағлұмат береміз. Видеомыз бастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийде жазуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны, мен Айгүл. Егер де сіз тайын болсаңыз, басладық. Нефертити әйемгі Мысыр тарихындағы ең белгілі һәм сырлы хаялlarдан бірі болып, оның аты қазіргі күнге шейін көркем өнер, саясат һәм тарихта үлкен ахметке ие. Оның өмірі һәм мирасы хақындағы мағлұматлар жүдә шекленген болса да, айрым тарихи деректер, археологиялық табылмалар һәм ilmiy зерттеулер арқылы оның кім екендігі хақында айрым мағлұматларға ие болу мүмкін. Бір тарихшылар Гозал Малика Мысырлы болған десе, екіншісі оның келіп шығуы шет елі деп болжайды. Дәслеп Мысыр танушы, егер Нефертити фараонның текарғы өмірлік жолдасы болса, ол Мысырлы, атап айтқанда патшалық қанынан болуы керек еді дейді. Соның үшін Нефертитиді Аменхотеп төртіншінің қызларынан бірі деп есептаған, бірақ фараонның қызлары тізімінде Нефертитидің аты жоқ. Ол шамамен 1370 жылларда Мысырда Амарна дәуірінде туылған деп есептелінеді. Нефертити сөзі әйемгі мысырша гозал келтір. Сондай-ақ Нефер, Неферу, Атонның гозалларының гозаллары деген мәністі де береді екен. Жасылығында Нефертити Мысыр аристократиясының жоғарғы қатламларынан һәм жоғары мағлұматқа ие болып, Ахенатонның діни реформаларына байланысты болған шаңырақта өскен. Оның білім алуы көркем өнер, діни білімлер һәм жақсы тәрбияға текарланған еді. Айрым деректерде жазылуынша, Ахенатон һәм Нефертити тақтқа отырудан алдын тұрмыс құрған һәм сол уақытта Нефертитидің жасы шамамен 12-15 болған һәм күйеуінің жасы оннан бірнеше жас үлкен болған. Нефертити күйеуінің баслаған реформаларын қолдап қуатлаған һәм жаңа діннің тарихтары болған. Олардың басқарған дәуірі болса Амарна дәуірі деп аталады һәм мемлекетте текарғы құдай сипатында Атон діні жарияланады. Бұл жаңа монотеистік діни системаны жарату еді. Монотеизм бұл бір құдайға сенетұғын діни система, ямаса көзқарас. Монотеизмде тек бір құдай бар деп есептелінеді. Дүния һәм оның құрамындағы барлық нәрселер осы бір құдайдың жаратқанына сенеді. Бұл өзгерістер Мысырда үлкен келіспеушіліктер һәм діндарлар ортасында қарама-қарсылықтарды жүзеге келтірді. Ахенатон негізінде Аменхотеп төртінші деп аталған Мысырдың 18-ші династиясының хукумдары еді. Ол 1353 жылы тақтқа отырған. Ахенатон хакимиятқа келгеннен соң жаңа діни системаны жарату үшін көптеген өзгерістерді әмелге асырды. Ол Амарнада жаңа пайтақты құрды һәм бұл жерде Атон дінін рауажландыруды мақсат етті һәм бұл дінді мемлекет дініне айландырды. Бұл жаңа қала тек қана Атон құдайына сыйыну үшін құрылған болып, ол жерде ибадатханалар һәм сарайлар бар еді. Бұл дәуірде Нефертити Атон дінінің жердегі уәкілі есептелінеді. Айрым суретлерде ол Атонның нұрлары астында суретленеді, ал бұл болса оның құяш пенен жақыллығын білдіреді. Мағлұматларда жазылуынша Нефертити кішкене денелі, нәзік, сұлу хаял еді. Ол фараонның сүйіклі өмірлік жолдасы болу үшін уақытының көпшілік бөлегін өзіне пардоз беруге сарыплайтұғын болған. Теңіз дүзі араластырылған ванна қабыл ететұғын, құллар болса терісіне хош иіслі май, тырнақларына хына, ямаса сұйық алтын жағатұғын болған. Ол өмірлік жолдасы һәм қызлары менен Нилдің шығыс жағалауындағы салтанатлы сарайда жасаған. Монархтың резиденциялары кең тарқалған пікірлерге бола,
үлкен болмаған, орташа 160 квадрат метр екенлігі айтылады. Әрбір сарай алдыңғысынан сұлу һәм безеулерге бай көріністе болуы керек еді. Нефертитидің сарайы бағлар һәм су хауыздары менен қоршалған. Ол жердегі пол бөлімі гүллі мозаика менен безелген. Төбелер, диуаллар һәм үстінлерге болса түрлі жазулар түсірілген. Диуалларда дикарынан фираун һәм оның шаңырағы тұрмысындағы вақиялар суретленген. Қымбат бақалы мебель, алтыннан жасалған үй бұйымлары, ямаса қымбат бақалы таслар менен безетілген тағыншақтар маликаның бөлмесін безетуған еді. Сондай-ақ фираунның хаялы зергерлік бұйымларын, әсіресе үлкен моншақтарды жақсы көретұғын болған делінеді. Нефертити өзінің саяси іскерлігінде жүді ахметлі рөл ойнаған. Ол Ахинатонның өмірлік жолдасы болуына қарамастан, сол уақытта мемлекеттің саяси һәм діни реформаларына белсене қатынасқан. Ал бұл болса басқа да хаял қызларды ілхамландырған. Айрым теорияларға қарағанда ол Тутанхамонның ажапасы, ямаса өгей анасы болуы да мүмкін деген вариантлар бар. Бірақ та бұл анық дәлелленбеген, себебі бұған байланысты археологиялық табылмалар, ямаса үжретлер жоқ. Сондай-ақ Тутанхамонның хукімдарлығы дәуірінде Нефертитидің қандай рөл атқарғанлығын білу елеге шекем қиын. Егер Нефертити Тутанхамонның анасы болса, бұл оның саяси ахметін және де арттырады. Себебі Тутанхамонның хукімдарлығы дәуірінде Нефертити өзінің саяси һәм діни тәсірін дауам еттіреді. Нефертитидің өлімі һәм кейінгі тағдыры хақында мағлұматларды табу үшін археологиялық ізденулер дауам етпекте. Оның мумиясының табылмағанлығы, Тутанхамонның мақбарасындағы табылмалар һәм басқа да археологиялық материалдар менен байланыслы ұнамсыз ізденулер Нефертитидің тағдыры һәм Мысырдағы саяси орнына қызығушылық оятты. Мысырлылардың есаплауынша Нефертити 30-40 жасында қайтыс болған. Маликаның мумиясы елге шекем табылмаған. Сол себепле оның өліміне не себеп болғаны белгісіз. Әрқилы пікірлерге қарағанда жаңа тәртіптен наразы болған руханилер фираунның өлімінен кейін тіл біріктіріп Маликаны өлтірген. Ал басқа бір версияда айтылуынша ол белгісіз кеселік құрбанына айланған. Дүр гауһарларға оранған хаял өлімінен кейін де алтынларға толы қабірде жатады деп есапланады. Гәп сөздерге қарағанда өлімінен соң Малика хүрметпенен шаңырақлық Дахмаға жерленген, бірақ кейінірек қабір ұрланған. Соңғы бірнеше 10 жыллықларда археологлар тез-тезден Нефертитидің қабірін тапқаны хақында баянатлар беріп жатыр. Бірақ бұны дәлелдейтұғын сенімлі мағлұматлар әзірге шекем жоқ. Нефертитидің өлімі һәм оған байланысты деталлардың жоқлығы оның атақлылығын күшейткен. Тарихшылардың пікірінше Нефертитидің өлімі Мысыр тарихында бір қатар анықсызлықтарды келтіріп шығарған. Ал енді бүткіл дүнияға белгілі болған Мысыр маликасының бүйісті қалай табылғанлығына тоқталсақ. Бұл негізінен 1912 жылы неміс археологы Людвиг Барфорд қазу жұмысларын алып бара жатырған уақытта табылған. Ілімпаз оны жасырын түрде Германияға алып өтеді һәм Берлин музейіне тапсырады. Бірақ та мысырлылар табылманы қайтаруды бірнеше мәрте сұрайды. Хәттегі археологтың өміріне де қауіплер пайда бола бастайды. Сондай-ақ Нефертитидің нәлеті оның өліміне алып келуін де айтады. Бірақ та археолог та және неміс үкіметі де бұған ітібар бермейді. Өзінің археологиялық күнделігінде Борхард осы естеліктің эскизінің қасына тек бір гәп жазған: айтып беру пайдасыз, көру керек. Нефертитидің бүйістінің биіктігі 50 сантиметр, ауырлығы шамаменен 20 килограмм делінеді. Сондай-ақ бетінде ешқандай айымғы мысырлы иероглиф жазулары болмаған. Бүйіст бір көзі жоқ халда табылған һәм бұл көп жылдар дауамында тартыстарға себеп болған. Біреулер бұны айымғы көркем өнер шығармасының тамамланбағаны деп түсіндірсе, басқалар оны діни себеплерменен, ал оннан басқалар болса көз үшін қойылған инсет, яғни көз үшін орнатылған кішкене жіңішке қосымша ешқашан орнатылмаған деп болжайды. Сондай-ақ бас киімінің айрым бөлімлері де зақымланған. Кейін археологлар бұл бөлімлерді тікілеуге әрекет еткен һәм осының менен бұл бүйіст толық һәм жетіліскен көрініске келтірілген. Қазіргі күнге келіп Нефертитидің бұл бүйісті айымғы Мысыр мүсіншілігіндегі бірден бір көзлі дөретпе есапланады. Гәп сөздерге қарағанда Мысыр маликасының бүйістін 3-ші Рейх фрюері бункердегі өз бөлмесіне жайғастырып, көбінесе оған
тігіліп отырған. Археологиялық естелік елі Берлин музейінде сақланбақта. Нефертити басының симметриясы һәм сәулеленуі жүда жетіліскен болып, бұл оны тарихи көркем өнерде айрықша дөретпес батында ажыратып тұрады. Сондай-ақ айрым алымлар бюст декарында Нефертитиді емес, ал оның баласы ямаса басқа бір инсанды суретлейді деген болжауларды да алға қойған. Нефертити тарих һәм жұмбақ ықыласпендерінде 1912 жылы оның бюсті табылғаннан кейін үлкен қызығушылық оятқан еді. Бюстпенен бірге әйемгі Мысыр мүсіншісі Тутамос ұстаханасында фираун Ахинатон суретленген 50-ден астам мүсінлер де анықланған еді. Кейін олар декарында тас мүсінлер жаратылған. Тутанхамонның мақбарасындағы табылмаларда Нефертитидің аты һәм суретлеріне байланысты болған материалдар да бар. Тутанхамонның мақбарасы 1922 жылы Говард Картер тарапынан табылған һәм оның ішінде көптеген әйемгі Мысыр артефактлары бар. Айрым тарихшылар оның мумиясы Амарна қаласында, ямаса Тутанхамонның мақбарасына жақын жерде болуы мүмкін деп есептейді, бірақ әзірге шекем ешқандай сенімді табылма жоқ. Амарна дәуірінде іздеген көптеген артефактлар һәм Нефертитидің суретлері жүда көп, бірақ та оның мумиясы һәм қабірінің орны елеге шекем табылмаған. Солай етіп Нефертити һәм Ахинатон Атон дінін енгізген болса да, кейін бұл діни система өз орнын жоғалтты һәм ескі көп құдайлы діни система қайта тікіленді. Бүгінгі күнде археологлар һәм тарихшылар Нефертитидің тағдыры һәм оның Мысыр тарихындағы орнын анықтауға қаратылған көптеген ізденулер алып бармақта. Солай етіп, оның өмірі көптеген сырларға толы. Ең үлкен сыр болса, оның қабірі қай жерде екенлігі. Бұл сыр Мысыр археологиясындағы ең өзгеше жұмбақтардан бірі болып қалмақта. Қоласы сондай гәплер. Не үшін Нефертити неше мың жылдардан бері белгілі болып келмекте. Бұның себебі оның гозалығы, күшлі хүкімдар, реформатор болғаны ма, ямаса қабірінің елеге шекем табылмағанлығы ма? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Айдың каналының жаңа санында көріскенше.